Жедел ақпарат. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алғашқылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Шымкентте тергеу изоляторында отырған 29 жастағы күдікті қайтыс болды деп хабарлады Түркістан КЗ. 29 жастағы ер адамға Қазақстан Республикасы Конституциясының 262, 287, 307 және 197 баптарында көзделген бірқатар қылмыс жасады деген айып тағылған болатын. 14 қараша күні ол науқастандықтан Т. Орынбаев атындағы гипербариялық оксигенация орталығының жансақтау бөліміне жатқызылған. Ал 22 қараша күні сағат 20:35-те жүргізілген ем нәтижесіне қарамастан қайтыс болды. Басты себеп жедел жүрек қан тамыры және тыныс жетіспеушілігі мен мидың ісінуі. Барлық қажетті сараптамалар тағайындалды. Қазіргі кезде сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мүддесіндегі өзге де ақпарат жария етуге жатпайды делінген Шымкент қаласы және Түркістан облысы бойынша КЖД тарапынан ұсынылған ақпаратта. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.